Сәлем достар, бүгін біз жұмыртқа пісіремізге ол үшін тұз керек. Тағы да жұмыртқа керек. Сөйтіп кесе керек. Біріншіден біз жұмыртқаны жарамыз. Майымызды құйып, жұмыртқаны саламыз, сонда жұмыртқа дайын болады. Достар, менің жұмыртқам дайын болды. Аналарын жұмыста болғанда өздерің осылай пісіріп алсаңдар болады. Болсын. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, салат жапырағы, бөдене жұмыртқасы, пекин орам жапырағы және цезарь салатына арналған арнайы майонез дәмдеуіш қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай булочка тәріздес нанды осылай мен майдалап турап сковородкаға екі шетінен қызарғанша қуырып аламын. Дүкеннен алынған сухарилерден көрі осындай қолдан жасаған салатта дәмдірек болады. Бөдене жұмыртқасының орнына тауық жұмыртқасын пайдалансаңыздар да болады. Мен етеп бар затпен жасадым осылай. Негізі цезарь салатына тауықтың етін де қосып жатады. Тауықтың етін қоспаса да дәмі ешқандай өзгеріссіз әдемі цезарь салат шығады. Пекин орам жапырағын алып, ортасындағы қаттылау жерін кесіп алып тастаймыз. Жан-жағында жұмсақ жерлерін осы видеода көрсетілгендей ауызға сиятын көлемде турап аламыз. Орам жапырағымыз дайын. Енді салат жапырақтарын да осындай көлемде, өзіңізге ұнаған көлемде кессеңіз де болады. Турап ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте қызанақтың артық жерлерін алып, ауызға сиятындай көлемде видеода көрсетілгендей турап дайындап аламыз. Ендігі кезекте бөдене жұмыртқасы. Бұл жерде менде 15 данадай. Бұның барлығын салат ішіне қоспаймыз. Жартысын салатпен бірге араластырып, жартысын бетін әрлегенге бөлек қойып қоямыз. Салатқа қажетті заттардың бәрін турап дайындап алғаннан кейін тұзын салып, арнайы цезарь дәмдеу үшін қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін тарелкамызға осылай бөліп салып аламыз. Және біз жаңа алып қалған бөдене жұмыртқасымен қолдан жасалған сухаримізбен осылай бетін әрлеп қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналым қызық болса, маған подписаться нүктесін басып, колокольчик нүктесін басып, комментарий мен лайкпен қолдап кетіңіздер. Соңына дейін менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді кез келген дастарханның сәнін ашатын тойымды салаттың рецептімен бөлісетін болам. Бізге керекті заттар қияр, қызанақ, лимон сығындысы, брокколи, сәбіз, тәтті болгар бұрышы, қойдың немесе жылқының, сиырдың кез келген ет болады. Қара кесек еті, ас көктер, чим-чим приправасы керек дәмдеуші, сарымсақ және соя. Етті соломка деп айтып жатамыз. Соломка сияқты, аяқшалар сияқты турап алып, сояға бұқтырып қоямыз, яғни мариновать етіп қоямыз. Одан кейін осындай ақ капустаны және брокколиді
салат ішінде ауызға сиятындай мөлшерде әркім өзіне ұнағанша жасауға болады. Бұның қатып қалған заңдылығы жоқ. Табаққа салып, тұзын, лимон шырынын қосып, су құйып, газға бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Енді өздеріңізге ұнағанша кішкене 1-2 минут ұстауға да болады. Кей адамдарға жұмсағы ұнап жатады. Маған кішкене тірлеу болып кіртілеп тұрғаны ұнайды. Осылай брокколиді де майдалап турап, дәл ақ капустадағыдай лимон сығындысын қосып, суымен, тұзбен газға қоямыз. Бұлар қайнап шығамын дегенше, ары қарай біз салаттардың керек заттарын тураймыз. Тәтті болгар бұрышы маған 3 бұрышты өлшемде кескен ұнайды. Осылайша видеода көрсетілгендей ішін жақсылап тазалап алып, 3 бұрышты секілді пішінде туралап шығамыз. Мен тәтті бұрыштың 3 түрлісін алдым: жасыл, сары, қызыл түстерін. Енді кімде қандай болгар бұрышы бар, соны пайдалана берсе болады. Тек қана қызылды салса да болады. Әр түсті болғандықтан салатқа әдемі өң беріп тұрады. Достар, каналым қызық болса маған подписаться нүктесін басып, жазылып, лайк, комментариймен қолдап отыруларыңызды сұраймын. Осылайша барлық тәтті болгар бұрышын бірдей өлшемде кесіп турап аламыз. Мінеки әсемдеп турап алдық. Енді келесі сәбізге көшеміз. Сәбізді осындай корей салатына арналған теркадан өткіземіз. Қатты майда болып кетсе де болмайды. Осындай дәл осы өлшемде салаттың ішінде сәбіз әдемі көрінеді. Жегенге де ыңғайлы болады. Мен бұл жерде салаттың мөлшерін көп қылдым, өйткені қонаққа даярлаған болатынмын. Сіздер 1-2 сәбізден, 1-2 қиярдан, кішкене бір жегенге қана жасай берсеңіздер болады. Мінекей сәбізіміз осылай болып шығады. Енді қиярды тураймыз. Қиярды ортасынан пышақпен бөліп алып, менің ирелек пышағым сынып қалған еді. Енді теркамен осылай турауға тура келді. Осындай ирелек пышақпен әдемілеп үшбұрыштап, болгар бұрышының өлшемімен бірдей етіп турап аламыз. Мінекей қиярымыз дайын болып қалды. Енді қызанаққа көшеміз. Қызанақты тек қана сыртындағы қатты бөлігін ғана аламыз. Ортасындағы жұмсақ согы бар бөлігін бөліп алып тастаймыз. Өйткені салаттың ішінде су қатты бөлініп, бұлжырап кетеді. Сондықтан мен тек қана сыртын бөліп алып тураймын салатқа. Мінекей қызанағымызды дәл болгар бұрышындай 3 бұрышты қып турасақ болады, немесе өзіңіздің қалауыңызша соломка тәріздес қып турасақ та болады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк, комментариймен қолдап, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыз болады. Менің осындай еңбегімді бағалағандарыңызға қуанып қалар едім. Міне достар, мен қызанағым да, капусталарым да дайын болды. Енді ас көгімізді осылай ірі қылып турап аламыз. Бұл салаттың ішінде әдемі көрінеді. Енді қуыратын заттарға көшеміз. Жаңа мариновать етіп қойған етіміз бен болгар бұрышын қуырамыз. Болгар бұрышын қатты пісіріп жібермейміз, қызарғанша ұстаймыз, ал етті бір қуырып алып, бұқтырып қоямыз. Барлық заттар дайындап алдық, енді араластыруға көшеміз. Мінекей брокколи, капуста,
сәбіз, қияр, помидор, қызанақ, яғни қуырылған болгар бұрышы, етімізді, ас көктерімізді және чим-чим дәмдеу үшін қуырылған бір бас пиязды, соядан және тұз қосамыз және 3-4 тісше сарымсақ қосып, осылай барлығын әдемілеп бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Барлық жағына бірдей дәмдеуішіміз жетуі керек. Мінекей осындай әдемі салатымыз шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіреді. Менің отбасым осы салатты сүйіп жейді. Сіздерге ас болсын. Назар аударып қарағандарыңызға көп рахмет. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханға да қоюға болатын, балаларға да арналған тіске басардың рецептін ұсынғалы отырмын. Бұл тағам өте тез және оңай дайындалады. Мен салмасына майдаланған ет, яғни фарш, қияр және сыр қостым. Өйткені менің балаларым осындай салмамен ұнатады. Ал сіздер кез келген салманы салып жасасаңыздар болады. Мысалы, фаршқа чеснок араластырып, немесе қызанақ қоссаңыздар болады. Әркім өз талғамына қарай салмасын даярлауға болады. Мені етті пиязбен қуырып алдым, сырды үккіштен өткізіп алдым және қиярымды турап алдым. Енді дайын дүкеннен алынған лавашымызды осылай 4 бөлікке теңдей етіп бөліп аламыз. Лавашымыз дайындап алғаннан кейін осылай бір қасықтан қуырылған етімізді, бір дана қияр және үстіне сырды осылай себелеп конверт сияқты бүктеп бастаймыз. Барлығын осылай кесегімен тығыздау қылып орап шығамыз. Сіздерге де салмасына сыр қосуды кеңес етемін. Өйткені біз қазір дайын болған осындай конвертиктерімізді қызып тұрған табада қуыратын боламыз. Сол кезде сыр өте созылмалы болып, әдемі болып шығады. Кез келген балалар осындай сыр қосылған тағамды жақсы көреді деп ойлаймын. Менің де балаларыма ұнайтын салмамен осылай жасадым. Менің каналым сіздерге пайдалы, қызықты болып жатса, подписаться нүктесін басып, қоңыраушат белгісін белгілеп, менің каналымды лайк, комментармен қолдап жіберсеңіздер болады. Алдағы уақыттарда да дәмді тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Мінекей дайын болған конвертиктерімізді қызған табада ешқандай май, ештеңе құймай, құрғақтай осылай екі жағынан қыздырып аламыз. Ерке айтқандай қатырлақ лаваш болып шығады. Мінекей достар, мен тіске басарым дайын болды, өте дәмді болып шықты. Бұл тағамды қонақтарға ұсынсаңыздар да болады, немесе балаларыңызға мектепке перекус ретінде беріп жіберсеңіздер де болады. Өте керемет дәмді. Ас болсын. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті осудың әдісін үйренетін боламыз. Етті осу дегеніміз, бұл осындай қалың еттердің арасын ашып, тұздауға дайындаймыз. Кейбір жерлерде кептіріп жатады, соған ыңғайлы болу үшін. Осындай қалың бұлшық еттерін арасына тұз сіңу үшін кесіп тұздаймыз арасын. Мынандай сүйектерді олай майдалаудың қажеті жоқ еттерді, тек қана қалың еттердің арасын осылай ашамыз.
еттің жанындағы осындай сүйектерді сорпа суға майда сондайға алып қоямыз. Қалың еттерді осылай шетінен кесіп тұздауға дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Осылай біркелкі әдемі болып шығады. Артық жаурап тұрған еттерін мен бөлек алып қоямын. Қуырдаққа немесе басқа да ас тағамдарға қосып жеуге болады. Осындай артық еттерін кесіп аламыз. Мынандай сүйектерді асқанға бұлшық еттерді осылай бөліп әдемілеп даярлаймыз. Етті арасын ашқан кезде біркелкі болып түсу керек. Бізде жал мен жая, оны да осылай ет сияқты арасын ашып аламыз. Ет асқан кезде қосып жібереміз. Майы шығып әдемі болады. Мынандай бүтін сүйектерді бөлек қоямыз. Олардың етін қатты осудың қажеті жоқ, өйткені жұқа болып түседі сүйектің қасындағы еттер. Сүйектерін аса қатты сылып алмаймыз. Тек қана сорпа суға арналған, қонаққа аспайтын сүйектерді ғана осылай бөліп аламыз. Мына бұлшық ет осылай шетінен осып кете береміз айналдырып. Сол кезде біркелкі әдемі болып шығады. Тұз да жақсы сіңеді. Жайғанға да ыңғайлы. Мінекей барлық етімізді осып дайындап алдық. Енді шетінен осылай тұздап шығамыз. Мен еттерді, қара кесек еттерді бөлек, сүйектерді бөлек қойып қоямын. Бір күн суын сорғытқаннан кейін жеке-жеке салафандарға салып, морозильникке саламын. Кей кездері далаға кептіреміз, сүрлейміз, бірақ сүрлегеннен көрі осындай свежий болып тұрған еттер дәмді әрі асқан кезде жұмсақ болып піседі. Мынандай жіліктердің шетіндегі бұлшық еттері терең болса, кішкене ғанадан осып, тұз арасына сіңу үшін солай жасаймыз. Сүйектен ажыратпаймыз. Барлық майда ірі жіліктерді, омыртқаларды барлығын осылай тұздап аламын. Менің каналым сіздерге қызық болса, подписаться нүктесін басып, қоңыраушаның белгісін басып, лайк, комментариймен қолдап кетіңіздер. Бұл жамбастың еті, бұны бізде сыйлы қонақтарға, құда-құдағиларға ұсынады. Бұның етіне тиіспейміз, еті осылай қалың болу керек. Жай ғана осып, тұздап қоямыз. Жер сенің әр тасың алтыннан қымбат бағалы, сен үшін ерлер опат боп, сен үшін жыртқан жағаны, тарихта мәңгі қалдырған таразың қалап біргесін, таластың көне бойында ғұндардың соңғы қағаны. Таразға келем сән құрып, салтанат жиын бастаған, естемеп
ұшқан құс, таразды қимай айналып, оңтүстік жақтан ұшқан құс, таразға қонбай өтпеген. Соларға құрмет мархабат, арайлап атса таң бүгін, аласартпаған аспанын, таулардың сақтап паңдығын. Киелі осы мекенде жиылып ақту астына, Жәнібек Керей орнатқан қазақтың тұңғыш хандығын. Жәудіреп арыш төрінде таразы жұлдыз жанары, сыбырлап түнгі таласқа нұр құйып айдың анары. Жырлаған сенің парқыңды, даңқыңды көкке көтеріп, шығыстың жеті шайыры, шығыстың ғұламалары. Таразға келіп сән құрып, салтанат жиын бастаған, естемі бабам сөйлесе, жүрегін жаудың жасқаған. Түркінің ұлы тілінде, түркінің ұлы ұлдары, таластың тау мен тасына тағдырын жазып тастаған. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазы жасаудың әдісін үйренетін боламыз. Бүгінгі соғыммен қоса ішек бізге азырақ келіпті, сондықтан бұл еттің барлығын жасамаймын. Ішекке сыйғанша жасайтын боламын. Жылқының ас ішегін алып, осылай бір шетінен тіс шыққитын таяқшалармен түйреп аламыз. Осындай әдіс маған ұнайды, жіппен байлағаннан гөрі. Өйткені жіппен байлағанда ішінде ауаға кетіп жатады. Ол пісірген кезде жарылып кетуіне қатты әсер етеді. Сондықтан түйреуішпен түйреп аламын. Енді жылқының осындай қазысына арналған етті, бұл қабырғаның үстіндегі майлы сүбе еттері ғой. Осыны әдемілеп ішекке сиятындай өлшеммен туралап кесіп аламын. Майы мен етін бөліп қоймаңыздар. Бұл ішекке салған кезде өздеріңізге оңай болады. Және ішекке салған кезде бір қабат май, бір қабат ет қылып салсаңыздар, қазы әдемі көрінеді және дәмді болады. Кей кездерде көріп жатам, бірінші етін, одан кейін майын салып, қазының бір шеті майлы, бір шеті құры ет болып қалып жатады. Ондай қазы маған ұнамайды. Сондықтан осылай әдемілеп еті мен майын қатар салуға тырысамын. Қалыңдау болып кеткен жерлерін осылай әдемілеп, бәркелкі қылып реттеп аламыз. Бір қатар май, бір қатар ет болып әдемі болып шықты. Енді осыған дайындап қойған сарымсақпен қара бұрышымызды ұнтақталған араластырып, тұз сеуіп, және осы сарымсақты етке әдемілеп үйкелеп жағып шығамыз. Дәмі сіңіп әдемі болады. Барлық жағына жеткізіп жағамыз. Енді кейбіреулер чеснок деп жатамыз, сарымсақты көбірек жаққанды ұнатады. Мен енді аса қатты көбірек те жақпаймын, аз да жақпаймын, орташа. Осылай жағып, тұздап аламын. Осылай дайындап алғаннан кейін енді ішекке салып бастаймыз. Жаңа айтып өткендей, ет пен майды ажыратпай әдемілеп кесіп алатын болсақ, осылай ішекке салған кезде де біз өзімізге ыңғайлы болады. Еті бөлек, май бөлек ажырап кетпей әдемі салынады ішекке. Оңай салынады.
Бұл әдісті маған әжем үйреткен болатын. Кішкентай кезімізде әжем осылай қазы жасап отырған кезде қасында жіп байлаймыз деп күтіп отыратынбыз. Ол кезде тіс шұқитын таяқшалар бізге әлі келмеген, сондықтан жіппен байлайтын көбінесе. Сол жіпті дайындап әжеміздің қасында қашан қазы байлаймыз деп күтіп отыратынбыз. Сол кезден бастап осы қазы жасаудың әдістері жақсы есімізде қалған. Мына осылай қазының етті шектің үстіне жақсылап саламыз. Маған аса үлкен қазы жасаған ұнамайды. Өйткені ет асатын кезде осылай бүтін қысқа ғана қазы болса бүтіндей сала салғанға өте ыңғайлы. Мына тұз шұқитын таяқшамен шетін түйірген кезде тесіктер міндетті түрде қалады да, ана қазыны етті итерген кезде ауа шығып кетеді келесі ұшынан. Мына екінші жағын осылай түйреміз тағы да. Осындай қысқа ғана қазы. Енді мұны келесі қазыға тағы да түйреп аламыз. Қазір бұның ортасынан бөлеміз. Бұл екінші қазының екінші жағы. Екінші қазыны да осылай жасап аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк, комментариймен қолдап, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Бір-екі рет жасап қолыңыз үйренсе, ары қарай осылай қазы жасаудың шебері болып аласыздар. Қазына салған кезде қолымызбен қысып нығыздаймыз, өйткені қазы бос болса да піскен кезде дұрыс болмай қалады. Қазы жасағанда ішектің іші толып, нық болып тұру керек. Етті нығыздап салып, келесі ұшындағы ауасын шығарып аламыз. Мінекей қазымыз дайын. Енді ішекте болатын осындай ішмайларын бөліп кесіп алып тастаймыз. Бұл ішмайды тастауға болмайды. Мен көбінесе қуырдақ жасаған кезде осыны шыжғырып, осы ішмайларға жасаймын, жылқының өз майына. Мінекей әдемі екі қазымыз шықты. Енді келесі ішекке тағы да бір қазымыз дайындаймыз. Бұл етте майымен әдемі өзі жабысып әдемі болып тұр екен. Ішекке шақтап кесіп алып, осылай тез-тез тұз бен бұрышымызды жағып жасап аламыз. Неге қыздар, осындай әдемі 3 қазы шықты. Қысқа бір асым етке арналған. Мынау қалған еттерді енді тағы да шиға келіп жасайтын болам. Осындай қысқа ғана әдемі оңай жасалу жолымен бөлістім. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Жасап үйреніп алыңыздар. Келесі кездескенше.